Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөк және жент тары шай дайындайтын боламыз. Енді әр өңірде әр қалай дайындайды. Мен қазір өзіміздің оңтүстіктегі жент пен майсөктің дайындалуын көрсететін боламын. Ол үшін бізге тары талқан, тары, қант, сүт және сары май қажет болады. Алдымен бірінші майсөгімізді дайындайтын боламыз. Менде осындай тарымыз қорылған тары болды. Енді осы тарымызды кеңге отызға салып, жақсылап, ыстық суда 4-5 мәрте жуып алатын боламыз. Яғни жуған кезде біздің суымыздың түсі таза суға енгенше жақсылап осылай жуып алатын боламыз. Міне осылай тарымызды жақсылап, тазалап, жуып болғаннан кейін, оның үстіне 2 ас қасық қантымызды салып, араластырамыз. Енді оның үстіне сары майымызды салып, тағы да майымыз осылай араласқанша жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін оның бетіне ыстық сүтімізді құямыз. Сүтіміз осы тарының бетімен бірдей болып тұру керек. Аз немесе көп мөлшерде құймаймыз. Осылай тарымыз бен сүтіміз бетіне бірдей болып тұрғанша осылай сүтімізді құямыз. Енді бетін жауып, оны орап, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Осы уақыт аралығында енді жентімізді дайындайтын боламыз. Менде осындай тарының талқаны болды, бидайдың да талқанынан жасасаңыздар болады. Міне осылай талқанымыздың үстіне қантымызды, ертілген сары майымызды құйып, жақсылап осылай араластыратын боламыз. Егер сіздерде форма болатын болса, формаға салып осылай қатырсаңыздар да болады. Мен енді форма болмағандықтан, мен осылай қолмен қысып осылай жасадым. Бұрынғы кезде бізде бұндай форма болмаған кезде біздің апаларымыз осылай қолменен осылай қысып жасайтын болған.
Міне менде осылай барлығын осылай қысып жасадым. Осылай барлығын қысып дөңгелетіп кез келген пішінде жасасаңыздар да болады, дөңгелек етіп жасасаңыздар да болады. Мен енді осылай сопақтау етіп жасадым. Міне барлығын жасап шыққаннан кейін 20 минутқа қойып қоямыз. Тоңазытқышқа қоймасаңыздар да болады, ол өзі осылай әдемі болып, жұмсақ болып қатады. Енді әр жерде әртүрлі дайындайды. Кей жағдайда бұның үстіне сгушенка да құйып жатады. Мен енді сгушенка құйған жоқпын. Себебі сгушенка құятын болсам, бұл қатты болып, тастай болып қатып қалады. Маған осындай жұмсақ болғаны ұнайтындықтан сгушенка қоспай, осылай сары майды қосып, міне осылай қолыменен сығып, осылай формаға келтіріп жасап алдым. Міне менің дженттерім де дайын болды. Міне осындай формада жасап шықтым. Енді тары шайымызды жасауға кірісетін боламыз. Алдымен тарымызды жаңағыдай ыстық суға жақсылап жуып аламыз. Жуып алған тарымызды осылай ыдысымызға салқын су құйып, астын жай отқа қойып, қатты қайнатпаймыз, жай әшейін бұрқылдатып, демдеген сияқты, яғни жай шым-шым шымырлатып, осылай бұқтырып қоятын боламыз. Міне біздің тарларымыз осылай жыбырлап қайнайды. Енді оның бетіне шыққан осындай тарларын және де көбіктер болса, көбігін осылай сүзіп алып тастаймыз. Енді алдыменен шәйнектерімізді дайындаймыз. Бізге 2 шәйнек қажет болады. Бірінші шәйнегімізге кәдімгі құршайымызды салып, кәдімгі шайымызды демдеп алатын боламыз. Екінші шәйнегімізге жаңағы піскен тарымызды және осындай жылы сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйып болғаннан кейін оның үстіне жаңағы піскен тарымызды көріп тұрғандарыңыздай осылай тарысымен, суымен қосып жаңағы шәйнектің үстіне осылай құятын боламыз. Міне осылай құйып болғаннан кейін жаңағы демдеген шайымызды үстінен құйып, міне осылай үстінен құйған кезде міне түсі қанық, сары болғанша осылай үстінен құямыз. Міне осы уақыт аралығында біздің майсөгіміз де дайын болды. Міне қазір майсөгімізді ыдысымызға салатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, тарымыздың бәрі жібіп, осылай дайын болды. Міне осылай ыдысымызға салып, қазір қасына джентімізді қоятын боламыз. Міне сонымен біздің джентіміз, майсөгіміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіз. Подписация бөліміндегі қоңырауша белгішесін басып қойсаңыз, менің каналымнан түрлі рецептерді көре алатын боласыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.